Мен неге дене шынықтыруменен шұғылданып кеттім? Ассалаумағалейкум достар. Менің есімім Асқар, жасым 57-де. 2016 жылы мен жүрек ауруыменен ауруханаға түстім. Бірден ота жасалды. Ота сәтті аяқталды. Бірақ бәрі жақсы болған күнде де адамның миында не қалады? Адам миында уайым, әлсіздік, қашан жазылам, қалай жазылам деген ойлар ол адамды мазалай береді. Арасында қалып емшілерінің кітаптарын оқыдым, тағы да осындай денсаулыққа байланысты көп кітаптар оқып жүрдім. Содан бір күні мен мынандай шешімге келдім. Жоқ, мен денсаулығымды жақсарту үшін мен не істеуім керек? Неден бастауым керек? Ең бірінші, адамға ең маңызды ұйқыдан тұрған кезде күліп тұру керек. Күліп. Сондай бір жақсы. Күлгеннің әсері бұл қай жерде болса да сізді алға қарай тартады екен. Мысалы, ол жұмысыңызда болсын, ол әріптестеріңізбен, ол қандай да бір белгілі орындардың өзінде ол сізге өте көп көмегін тигізеді. Күлу, яғни айналаңыздағылар да күліп жүреді, бәрінің көңіл күйі жақсы болған кезде сіз басқа, яғни ауру болсын, басқа қиын жағдайларда ойыңызға алатын уақытта болмай қалады екен. Яғни мен өзіме уәде бердім. Мен барлық мына уайымды қоюым керек. Мен жаңағы ең болмаса таза ауада серуендеп жүруді әдетке айналдырайын дедім. Содан таңертеңнен шығуым үшін не істеуім керек болды? Мен әлі де өзімді жеңе алмадым. Сондықтан мен не істедім? Күнделікті жаттығу кестесін сыздым. Таңертеңменен тұрғаннан кейін қай уақытта, қанша сағат мен не істеуім керек? Күні бойын, яғни 24 сағатқа мен уақыт кестесін жаздым, немен айналысатынын бәрін жаздым. Оған мен бір күндік жоспар, яғни сценарийін жаздым. Қай кезде не істеуім керек? Демек, таңертең тұрам. Мынау кез келген алыс сапарлар алғашқы қадамдардан басталмай ма? Мысалы, 1 шақырым, 3 шақырым, 5 шақырым, 10 шақырым, 100 шақырым, 1000 шақырым деген сияқты, яғни алғашқы қадамдардан басталады. Сол сияқты мен өзіме сөз бердім. Яғни халық арасында мынандай сөз бар ғой. Адам өзі өзгермейінше ешқашан оны сырттан біреу келіп өзгерте алмайды деген. Немесе тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Немесе тәуекел түбі жел қайық, мұратыңа жетесің. Уайым түбі тұңғиық, батасын да кетесің. Осы қағиданы мен ұстандым. Көңілді жүрем. Тұрам, көңілді тұрам. Ештеңеге қарамайын. Көңілді тұруға тырысам. Көңілді тұрасың. Таңертеңнен шықтым. Серуендеуге, саябақтарға кетем. Әрине, бірден айтарым, ешкімге бірден өзінің денесіне ауыртпалық түсірмейтіндей жағдайда болу керек бәрі. Мен бірден барып 5 шақырым, 10 шақырым жүрдім деп айта алмаймын. Мен бірінші сол 1,5-2 шақырымдай жүріп өтемін таңертең. Белгілі бір жерді белгілеп қоямын, осындай жерге барам, осындай жерден қайтамын. Яғни мен өзіме мінез қалыптастырдым. Яғни уәде өткеніндей мен бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырмадым. Мен осыны 3 шақырым жүруім керек деп өзіме міндеттеме қойдым. Сол 3 шақырымды күніне 1 ай, 2 айдай қайталап жүрдім. Одан мен енді 5 шақырымдай жүруім керек. Көрдіңіздер ме? Аздап болмаса бірден сіздерге де айтарым, бірден адам өзіне жүк артуға болмайды, ауыр жүкті. Демек, сіз ауыр жүкті артсаңыз, яғни бір күнде мен 10 шақырым жүріп келуім керек, болмаса осынша тартылуым керек деген өзіңізге жоспар құрып алсаңыз, ол алысқа бармайды. Неге? Өйткені сіздің денеңіз оған шыдамайды, үйтіп үйренбеген, бірден әдет болмаған ол. Яғни 10 рет тартылуыңыз керек болса, 10 рет тартылуыңыз керексіз. 100 рет тартылудың қажеті жоқ. Яғни сіз 100 рет тартылған болсаңыз, ертеңіне сіз аяқ қолыңызды көтере алмай қаласыз.
Сол себепті мен айтып отырғаным сол. Яғни өзіме сөз бердім, мен сөйтіп 3 километр 5 шақырым жаңағы 10 шақырымдарға дейін қазіргі таңда жүре беремін. Яғни өзімді қазіргі уақыттағы мына 40 жастағы жігіттер, 35 жастағы жігіттер сияқты сезінемін. Бұл менің таңертеңменен жүріп, таза ауада жүріп, серуендегеннің әсерінен өте көп пайда болды. Таңертеңменен жалғыз жүріп серуендегеннің тағы да бір пайдасы, ол сіз яғни күні бойында уайымға уақытыңыз болмай қалады. Неге? Өйткені сіз жоспар тұр сізде. Жоспар тұр. Жоспарыңыз бойынша 24 сағатқа бөліп қойғаннан кейін сіздің артық басқа нәрселерді ойлауға ешқандай да уақытыңыз болмайды. Бізде ұялатын деген әдеттер бар бізде. Яғни сіз онда әдетке қосасыз. Яғни біз ұялмауды да үйрене білуіміз керек. Неге? Мен айтып отырмын ғой. Мен демек түнде көзілдірік таққым келді ма, алдымда таға саламын. Ешкімнен ұялмаймын. Біз олайды үйренуіміз керек. Біз жаңағы таң ертеңменен жүрудің өзіне ұяламыз кейде. Оның бәрі сіз мына жоспарға кіргізсеңіз, оның бәрі ұмытылады. Яғни қалыптасасыз. Қалыптасқан деген ол әдетке айналады. Содан 5 шақырым 10 шақырымдай жүргеннен кейін мен соңында кейін не істейтін болдым? Өзіме тағы жаттығулар қостым. Ол жаңағы жерден тартылу және отырып тұру. Демек, отжимание мен приседанияны қостым. Отжиманияның пайдасы не? Отжиманияның пайдасы ол біздің мына білек күштерімізді қатайтады. Приседаниямыз ол аяқ күштерін, бұлшық еттерін қатайтады. Ал қазіргі таңда мен осы жаттығулардың арқасында өзімді 35-40 жастағы жігіттердей сезінемін. Жақсы жағына қарай бұрылдық. Яғни жаттыққанның пайдасы өте зор. Енді ескертетінім, жаңадан бастаймын деген кісілер, азаматтар, бірден өздеріңіз қатты қинамаңыздар. Яғни 1 шақырым жүру керек болса, 1 шақырым жүріңіз де қойыңыз. Солай дайындаласыз. Дайындалдың басталуы солай болу керек. Және ұялуды қою керек. Ұялмаңыздар. Мысалы, мен көпшіліктің алдында бұрын ұялушы едім. Өлең айтып бастадым. Қазір керек болды ма? Айқайлап өлеңімізді айта саламыз. Яғни адам ол бәрі маңызды. Ұялуды да қою керек, еріншекті де қою керек. Бәрінде осылай әсті ұмытасыз. Ал енді, құрметті достар, қортайтық келген кезде мынау видео арнамды қолдап, тіркеліп, лайкты басып қойыңыздар. Және бүгінгі мынау видео арнамыздағы материалдарымыз қаншалықты пайдасы болды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Аман есен болып тұрыңыздар, ауырмаңыздар.